Осы кесекті, көкөністің сыртындағы топырақты иіскеп, стенаны қырып жейтіндер бар ғой, иә? Давайте шынайы мойындайықшы. Осы топырақты иіскеп кесек жеу, бұл әдет емес, бұл ауру кәдімгідей. Сізді срочно емдету керек. Кесек жейтін, топырақ жейтін адамдарда ең бірінші ол анемия болады. Темір тапшылық анемия. Екінші себебі минералдардың жетіспеуі. Цинктің, мырыш, одан кейін кальций, темір минерал жетіспесе, тоже топыраққа әуесқой болады. Үшінші себебі ол бізде психикалық жағдай болуы мүмкін. Яғни стрессті, мазасыздықты жену, компульсивті мінезді жену үшін адамдар просто қытырлатып кесекті жейді. Или тырнап стенаны жейді. Ал енді осы кесектің зиянын білесіз ба? Ең біріншіден кесекпен, топырақпен шашылып жатыр ғой алдында. Осы топырақта дәл осы жерде личинкалар жатыр. Яғни паразиттің жұмыртқалары жатыр, құрттар жатыр. Ол сізге ішке түседі, паразитоз ауруын алып келеді. Бұл бірінші жағдай. Екінші, сіз кесекті, топырақты қытырлатып жеген кезде, мына жердегі тісіңіздегі эмальді жұқартады. Ауызда жарақат пайда болады. Үшінші себебі, асқазанды өнеш жағында қырып өтеді. Оның салдарынан жара пайда болады асқазанда. Келесі тағы да бір асқынысы, осы кесектің салдарынан шек бітелуіне алып келеді. Ана езгес сияқты ғой, шекке барып бітеліп, шектің тітіркену синдромы пайда болады. Ал осы кесектің ең жаман ауыр асқынысы, ол сіздегі бар анемияны асқындырады. Сіз кесекті жеудің бірден бір себебі ол анемияда жатыр. Ал осы кесекті жей берген сайын, сіз анемияға тап боласыз. Себебі мына кесек, топырақ ағзаға темір минералын сіңуін тежеп тастайды. Ал осы анемияны қалай экологично дұрыс емдеуді, ағзаны қалай қалпына келтіруді, қалай ішекті бітемеуді, темірдің сіңуін қалай жақсартамыз, оның барлығы мен өзімнің тегін сабағында айтатын боламын. Ол үшін төменге 7 санын жазыңыз.